Ей жігіттер, қазақтың батырлары, би мен бегі байлары ақындары, біз емес пе қазақтың қыздарының жанашыры, қорғаны, ақылманы? Біз емес пе солардың тас қамалы, қазақ деген халықтың қасқалары? Біз аяққа таптасақ ар намысын, басынбай ма ботаңды басқалары? Ей жігіттер, тар болмай нар болайық, әрбір қызым әлде ханға лайық, намысымыз бар шығар шешен құрлы, аялай алмасақ та алдамайық. Кемшілігін санайық қателіктеп, кешірейік кешіру әкеліктеп, сол қазақтың қызы ғой атаңды да аттандырған жауына ат ерттеп. Ер жігітте ақыл көп, айла күшті, содан шығар тау бұзды, айға ұшты, бірақ қазақтың болашағы, болашақ аналарға байланысты жігіттер. Ал құрметті бауырлар, ел ішінде азды көпті біздің де атымыз бар, Аллаға шүкір, Қайнар деп таниды, ақын деп танитын ағайындар бар. Мен есімімді енді ақынмын деп конкретно айта алмаймын. Және мен ақынмын деп айта алатындардың жалпы түсінбеймін. Өйткені Мұқағали Мақатаев атамыз айтқан, мен қалай ақынмын деп айта аламын, қазақтың өз айтқанын қайталадым деп. Дегенмен енді әу демейтін қазақ жоқ дейді. Мен де өлең жазып қоятыным бар. Бұл енді өлең деп те айтпаймын, даже тойда айтып жүрем деп бір шығарып алған шумақтарым бар еді, оқып берейін. Біздің үйде 500 келі алтын бар. Сенбесеңдер таразыға тартыңдар. Анам алтын 80 келі тартады. Ағамды айтсам 100 келі алтын бар тағы. Жеңешем мен келіншегім 100 келі және 70 килограмм бар біздегі. Інім алтын келіншегі бар. Екеуінде 120-дай келі бар. Ал анамның ерін түйіп сүйгені 30 келі 3 немере үйдегі. Міне осындай алтыны бар әркімнің. Бәлкім шаттық біреуінде, бәлкім мұң. Қолда барда бауырыңа қарайла, қолда барда қадірін біл алтынның деген. Алтындарыңыз аман болсын. Бауырларымыздың, ата-анамыздың қадірін білейік, бауырлар. Өңкей би атамыз ең бірінші үйіне келген қонағына қалың қалай түлкім депті. Түлкім депті. Дастархан басында отырғанда сөйле сыншым депті. Қайтып бара жатқан кезде жолың болсын жыршым депті. Енді не дегенмен би адам бірден неге мен түлкі дейсің деп сұрай алмаған, қайтып бара жатқанда сұрапты: "О би аға, сіз мені үш жерде үш түрлі атадыңыз, біреуінде түлкім дедіңіз, екіншінде сыншым дедіңіз, қайтып бара жатқанда жыршым дедіңіз, бұл қалай, мәні қалай?" деп. Сонда Өңкей би атамыз айтқан екен, кез келген қонақ бірінші кіргенде әккіленіп кіреді, қуланып кіреді, соған байланысты түлкі деп айттым. Отырғанда сынап отырады, шыққаннан кейін сол үйдің хал ахуалын жырлап айтып жүреді, соған байланысты жыршым деп айттым дейді ғой. Сол кезде мен Айбек Қалиев деген елімізге танымал үлкен ақынмен айтсам да, Өңкей би атамыздың бірінші қақпан қылып берем. Айбек аға, қош келдің, шалқардай шұғылалы сылқым жерге, найзадай сөздеріңді шаншып кетші, найзағай ойнайтындай сілкінгенде, шалқарға алғаш келіп отқандықтан, әзірше құлпың жабық кілтің менде, есіктен басын сұғып амандасқан, болама сені қызыл түлкім деуге деп айттым ғой. Сөйтсем Айбек Қалиев айтты: "Мен сен жөн білетін ұлан десем, ағасын құрметтейтін шығар десем, келіп алып Айбекті түлкі дедің, қисайып қалама аузың қыран десең" деді. Сонда мен Айбекке айтқан шумағым еді, бұны дайындап келдім ғой, қақпаным. Жөн санапен бабамды қозғағанды, өзің ақ төмендеттің өз бағаңды. Өткен кеткен тарихты оқымасаң, қыз қарауға берген жоқ көз жанарды. Ер Мөңке ең құрметті қонағына қалай қызыл түлкім деп сөзгер алды. Әуелі қонақ келер әккіленіп, Мөңке бабам осыны қозғағанды, түлкі деген сөзіме ренжіп отсаң, маған емес бабам айт, назын алаңды деп баяғыда. Оның ақшасында сондай айтқан шумағым болып еді. Сол атамыздың мінекей 20 жылдан кейін болып жатқан асы қабыл болсын ағайын. Әңгімені созбайын, әдептен озбайын, қолындағы қара домбыраны қалың қозғайын. Арасында ақын балаларыңызға шапалақпен шабыт беріп қойыңыздар ағайын. Ой, рахмет. Бұл бәуекте қайнардай ақын ұл бар, және де неше түрлі батыр ұл бар. Мен едім қайнар деген қара балаң, дегенмен қалың елге татымым бар. Қиналмасын десеңіз татымдылың, шапалақпен шабыт беріп отырыңдар ай. Осы
Солай болу керек ас бергесін, бабаны ойлау керек еу жас келгесін. Құрметті алты әлемнің ұрпақтары, мөлдіреп екі көзге жас келгесін. Бабасын құрметтесе егер біреу, әлімнің ұлдарындай қастерлесін. Ал шектінің үлкені Шыңғыс еді, Шыңғыс деген бабамның тұңғыш еді. Өрістейін бабамды кім білмейді, тарихта аты қалған бір кісі еді. Одан кейін Бәубектей менің бабам, артындағы ұрпақтың үлгісі еді. Ал Мөңке би тарапты бөлек атамнан, Мөңке би тарихымның сырлысы еді. Мөңкедей бабаларын дәріптеген біздің тарих құндының құндысы еді. Дәл бүгін әкелерге жыр етемін, жырыммен айналамды гүл етемін. Бәубектің шатыры ең биік екен, шатырдың аралап бір екеуін. Ақшатырдың өзі де дәлелдеп тұр, үш Бәубектің ауызы бір екенін. Төрдегі ақсақалдар әкем болсын, ақсамайлы арулар анам болсын. Осылардан тәрбие өнеге алған біздердей ұрпақ қайдан жаман болсын. Ұрпағынан батасын аямаған қазыналы қарттарым аман болсын. Мың қосшыға бір қосшы болып жүрген алдымда Ақылбектей данам болсын. Бәубектің қарға бойлы қаз туғаны, әкем ғой қошеметің соған болсын. Құдай бізді сақтасын қанды қолдан, ақынның әрбір сөзі мәнді болған. Жаңа ғана Елдос ағам жырын айтты, әнші ғой әніне жұрт он бұралған. Ағамнан соң қырылдап мен де келдім, ондай биші емеспін он бұралған. Мен де бір жүрегінің түгі бар жан екенмін, Елдостай көкемнен соң домбыра алған. Өлеңім жоқ ешкімге жалға берер, бұл өнер сыйламасаң қолдан өлер. Жаңғылышта батыр бар, ғалымда бар, және де біздің ішіміз толған өнер. Қайнарлардың бойына қонған өнер, Мейрамбек пен Елдостан қалған өнер. Алла деп шаңырағыма аттыредім, жеуге емес тамақтардың тәттірегін. Төрде отырған аталар ақсақалды, өздеріңе құрметім қатты менің. Аталар ақ батасын беріп жатыр, аналар айтып жатыр ақ тілегін. Осындай үлкендерден ақ бата алған, шынында бұл жалғанда бақытым едім. Ал қайнардан сіздерге айтар тілек, ол қызыңа бармақтай бақ тіледім. Бүгінде бір керемет жиын болды, көз көрмеген жағдайлар биыл болды. Дегенмен Мөңке бидің айтқан сөзі көптеген жаңалыққа түйін болды. Мөңке би атамыз көзі жырлағандай, құрамалы қорғанды үйің болды. Аумалы да төкпелі биің болды, жылқы деген құлдырап тиын болды. Ал енді малдың тәуірі сиыр болды.
дәл сондай мөңке айтқан күйің болды. Дегенмен бабаларға ере білсек, мөңке би жеңілдетер қиын жолды. Енді де айта берсем ән жетеді, бірақ та ұзақ жырдан мән кетеді. Ол түгіл ауызға сап шайнай берген қазы мен қартадан да дәм кетеді. Көп жерде бүгінгідей терлемебем, неге бүгін маңдайдан тер кетеді. Алдыңда ақ тер көктер болып тұрған, маған да бір қол соқсаң нең кетеді. Ай, бәрекелді Қайдаржан. Аман жүр, елдің батасын алып жүр.